Кәрілеу келген тәжірибелі акушер апа мен перзентхананың білгір дәрігері жас әйелдің босануын қабылдап жатты. Әйел қатты қиналып, толғатып жатты. Бір кезде босану бөлмесінен нәзік баланың жылаған даусы шықты. «Мына сәби бұлбұлдай сайрайды ғой», деп қуанып күлді акушер апа. «Қыз екен, анасына ұқсап сұлу болады. Қараңдаршы, қандай сүйкімді қыз туды». Акушер апа жаңа туған баланы анасының кеудесіне қойды. Бірақ әйел оған тіпті қарамады. «Әй қыз, баланы емізу керек қой жақында», деді кәрілеу әйел басын шайқап. Ренжігендей баланы алып балалар бөлмесіне апарып тастады. Жас ана басын бұрмастан ештеңеге мән бермей жатты. «Жарайды жаным, қызыңды еміз», деді акушер апа оған баланы қолына беріп, өзі шығып кетті. Жас санитарный қыз Айгүл дәлізде еден жуып жүргенде палатадан шайқалаңдап жас босанған әйел шықты. «Мана жерден қайдан су алуға болады?» деп сұрады бос бөтелкесін ұстап. Айгүл оған асхананы көрсетті, ал өзі палатаға қарады. Бөлмеде жатқан баланың кішкентай қолы көрініп тұрды. Ол саусағын сорып жатты. Саусағы аузынан шығып кетіпті. Айгүл балаға еңкейді. Қыз көзін ашып, тура Айгүлге қарады. «Ой, біз қандай байсалдымыз», деп Айгүл күлімсірейді. Санитар қолбағын шешіп, есікке қарады. Ешкім жоқ екеніне көз жеткізіп, баланы қолына алды. Одан сүт пен жылы ананың иісі шығып тұрды. Ол Айгүлге көзін алмай қадала қарады. Айгүлдің жүрегі дір ете қалды. Ол бұл көзқарасты бұрын қай жерден көргенін есіне түсіре алмады. Баланы қайтадан орнына қойып, ол жинастыруға кірісті. Арасында қызға көз тастап қойды. Ол жұмысын бітіргенде баланың анасы әлі қайтып келмеген еді. Айгүл дәлізге қарады, ешкім жоқ. Асханаға барды, онда да ешкім жоқ. Бір жаман нәрсе сезді Айгүл. Ол палатаға қайта келді. Анасының заттары жоқ еді. «Қашып кеткен», деді Айгүл, терезенің ашық тұрғанын көріп. Шамасы әйел ешкімге ештеңе білмес үшін заттарын сыртқа лақтырып жіберген. «Ой, сені не істесем болады, балам-ау», деп Айгүл қатты уайымдады. Ал кішкентай қыз тәтті ұйықтап жатты, және оның болашақта не күтіп тұрғанын білген жоқ. Дәлізде бір шу басталды. Палатаға кезекші дәрігер кіріп келді. Айгүлдің артындағы баланы көрмей, «Бұл палата бос па?» деп сұрады. «Иә», деді Айгүл, неге олай айтқанын өзі де білмей, бірақ енді кешеді. «Бізде компьютерлер істен шықты. Жүйеде науқастарды есепке алу бұзылды. Сондықтан бәрін қолмен қайтадан санап шығуымыз керек», деді дәрігер, және әрі қарай кетіп қалды. Айгүл 20 жаста болатын. Ол Алматыдағы медицинский колледж бітіргеннен кейін Қарағанды қаласындағы перзентханада жұмыс істеп жүрген. Ол Ғалымжан есімді жігітпен танысқанда жаңа оқуын бітіріп, жазда Бурабайдағы демалыс орнында жұмыс істеп жүрген еді. Ғалымжан сол жерде күзетші болып жұмыс істейтін. Ұзын бойлы, сымбатты, көңілді, Айгүлден 4 жас үлкен еді. Ол Айгүлге бірден ұнады, ал Айгүл де оған қатты ұнады. Мейірімді, қарапайым, бірақ батыл мінезді Айгүл Ғалымжанның жүрегін бірден жаулап алды. Көп ұзамай екеуі отау құрды. Олар 3 жыл бірге тұрды. Айгүл медициналық институтқа оқуға түсті, және әзірге перзентханада санитарный болып жұмыс істеді. Олар жақсы тұрды. 2 бөлмелі пәтерде оларға ата-аналары алып берді. Ал Ғалымжан көлікке өзі ақша жинады. Тек әзірге балалары жоқ еді. Осындай күтпеген жағдай Айгүл дәлізге қайта келіп, ешкімнің оны көрмейтініне көз жеткізіп, қорқып Айгүл баланы қолына алды. Тағы бір көрпеге орап, қызметтік есіктен абайлап шығып кетті. Оның жолы болды. Жолда ешкім кездеспеді, және ол баланы үйіне аман-есен жеткізді. «Міне, бәрі жақсы болады», деді ол баланы шешіндіріп. Қыздың мойнында ерекше мыстан жасалған емен жапырағы тәрізді ортасынан әдемі жазулар таралған
жұқа бау тағылып тұрды. Сабағында тізбек немесе бау үшін тесік болды. Ал сабағынан төменірек сәл бүйірде зүмірет жылтырап тұрды. Бұл заттың қымбат және шамасы ескі екені көрініп тұрды. Қазір мұндай жасамайды деп ойлады Айгүл. Таза жайманы жыртып ол баланы бөледі. Ол тіпті жылаған жоқ. «Ой, оны тамақтандыру керек қой», деп кенеттен есіне түсті Айгүлдің. Ол баланы үйде қалай жалғыз қалдырарын және Ғалымжан қайтқанда не айтарын ойлап қатты уайымдады. Бұл ойлар оның басында дауылдай соқты. «Анашым», деді Айгүл уайымдап телефон тұтқасына үрлеп. «Маған сіздің көмегіңіз керек. Келе аласыз ба? Өзім аман саумын, бірақ басқа барар жерім жоқ. Ғалымжан рейсте». Жарты сағаттан кейін есік қоңырауы соғылды. «Уайымдама», анасы келді. «Қызым, сен тек уайымдама», деді анасы. Айгүл оны ішке кіргізді. Анасы диванда жатқан жаңа туған қыз баланы көріп, жүрегі аузына тығылды. «Айгүл, бұл не?» деді анасы қатты қобалжып. «Анашым, сабыр сақтаңыз, бұл менің балам емес», деп Айгүл анасын жұбатпақ болды. «Құдайым-ау, бұл кімнің баласы? Ұрлап алдың ба?» деп анасы басын ұстады. Айгүл баланың қалай өз үйіне келгенін айтып берді. «Сен мұның заңсыз екенін білесің бе?» деді анасы маңдайынан шыққан терді сүртіп. «Иә, бірақ оларды тапқанша және бәрі реттелгенше бір амалын табармыз. Қазір оны тамақтандыру керек. Мен сізді сол үшін шақырдым. Бәлкін бұл тағдыр шығар», деді Айгүл үмітпен. «Ой, сендердің әлі балаларың жоқ қой, деп осылай істедің ба?» деді анасы. «Ондайды айтпа», деп анасының қолын сілтеді. «Екеуің бірге тұрып жатқандарыңа көп бола қойған жоқ. Бар, балаларға арналған сүт қоспасын әкел». Кейін олар бірге баланы тамақтандырды. Бала ұйықтап қалғанда Айгүл анасын шығарып салды. «Рахмет, анашым, сіз болмасаңыз не істерімді білмес едім», деді Айгүл. Түн тыныш өтті. Айгүл баланы бірнеше рет тамақтандырып, құндақтады. Ал таңертең Ғалымжан қайтып келді. Ол үйіне кіре берісте қарсы алды. Ғалымжан оны сүйді, бірақ оның бір нәрсеге уайымдап жүргенін байқады. «Ғалымжан, мұнда бір», деп бастады Айгүл қолымен баланы жасырып тұрды. Ғалымжан оның қолын алып тастап, тез ішке кірді де диванда ұйықтап жатқан баланы көріп, таң қалып қатты. «Бұл не?» деп қана айта алады ол. «Ештеңе емес», деді Айгүл. «Ал бұл кім?» деді Ғалымжан. «Аяла», деді Айгүл күйеу мен баланың арасына тұрып. «Мен кеткеніме бір апта ғана болды ғой, сен бұл уақытта туа алмайсың. Демек бұл біздің баламыз емес», деді Ғалымжан. Содан кейін Айгүл қыздың олардың үйіне қалай келгенін қайтадан айтып беруге мәжбүр болды. «Мен оны ол жерде қалдыра алмадым, ол балалар үйіне түсетін еді ғой», деп әңгімесін аяқтады Айгүл. Ғалымжан баланы ойланып қарады. «Енді не істейміз? Бәлкім туыстарын іздейміз. Анасын жақын адамдары болу керек қой», деді Ғалымжан. «Шынында, мені бір-ақ рет көрдім, бірақ бұл көмектесуі мүмкін». Ол баланың мойнынан шешіп алған баудағы кулонды алды. Ғалымжан алдымен әшекейге көз жүгіртіп бірдеңе айтпақ болды. Бірақ содан кейін ол кулонға қайта қарады. Оның жүзі өзгерді. Ол оны алып мұқият қарай бастады. Содан кейін таңданып және сұрақ қойғандай Айгүлге қарады. «Бұл сенде қайдан?» деді ол. «Мен оны Аяланың мойнынан шешіп алдым», деп Айгүл Ғалымжанның мұндай өзгерісіне таң қалды. Содан кейін Ғалымжан орнынан тұрып, құжаттар мен фотосуреттер сақталған шкафқа жүгірді. Балалық шағын қалған ескі альбомды алып шығып, бір нәрсені іздеп тез парақтай бастады. «Қарашы», деп ол қолындағы ашық бетті көрсетті. Фотосуретте Ғалымжанның әлі жап-жас анасы күлімсіреп тұрды. Ал мойында емен жапырағы тәрізді кулоны бар тізбек тағылып тұрды. Фотосурет ескі болса да жақсы сақталған. Монограммадағы барлық әріптерді тіпір жапырақтағы тамшы тәрізді вкусныйда көруге болады еді. Кулон баланы мойнындағы кулонмен бірдей еді. Олар бір-біріне таңданып ештеңе түсінбей қарады. Бұл кулонды
анам киетін, деді Ғалымжан. Бұрын ол өте ескі және ұрпақтан ұрпаққа анадан қызға беріліп келгенін айтты. Мен кішкентай кезінде тасын және ескі жазуларын қарағанды ұнататынмын. Кейін ол жоғалып кетті. Анам оны жоғалтып алдым деген. Ал енді ол мұнда. Бұл бір ғажайып қой. Айгүл әшекейді салыстырып қарады. Бәрі бұл бір зат екенін көрсетті. Анамның үйіне бару керек шығар. Бәлкім ол бірдеңе білетін шығар, деді Ғалымжан. Айгүл жұмысына қоңырау шалып, ауырып қалғанын айтып, демалыс сұрады. Жұмыста жаңалық немесе асығыс іс жоқ па деп сұрап, баланың әлі ізделмегеніне көз жеткізіп, телефонын өшірді. Олар қызбен бірге баруды шешті. Балалар дүкеніне барып, ол жақтан қажетті заттарды, балалар көпіршігін, бас киімін, памперстерін, тіпті балалар арбасында сатып алды. Бару жері алыс емес еді, бірақ кішкентай баламен барлық жағдайға дайын болу керек. Ғалымжан ата-анасына ештеңе айтпады. Олар күтпеген жерден келді. Бір қалада тұрса да сирек көрісетін Ғалымжан рейсте, ал Айгүл кезекшілікте болатын ол кезде. Сондықтан ата-анасы баламен келгендеріне таң қалмады. «Ой, айтсаңдаршы, не күтіп тұрғанын?» деп анасы ренжиді. Әкесі үндемейді, бірақ оның да ренжігені көрініп тұрды. «Анашым, бізде маңызды әңгіме бар», деді Ғалымжан аяланы бесікмен бөлмеге кіргізіп. Айгүл сүт дайындауға кетті. Кішкентайды тамақтандыратын уақыт болды. Ғалымжан анасына кулонды ұсынып, оның реакциясын күтті. Ол анасының бұлай бозарып, қабырғаға сүйеніп, есінен танып қалатынын күтпеген еді. Анасы есін жиғанда әлі де бозарып кеткен. Қолдары дірілдеп, көзіне жас толып, жылап жіберді. Айгүл ас үйден тыныштандыратын дәрі әкелді. Бәрі бұл бір күні ашылатынын білді. «Бәрі бұлай басталды», деп бастады анасы әңгімесін. «Мен өзімді өмір бойы кінәлаймын. Дәлірек айтқанда, міне 25 жыл болды. Сен әлі кішкентай едің. Әкең екеуміз қатты ұрысып қалдық. Тіпті бірге тұра алмайтын жағдайға жеттік. Сенің бар екені бізді тоқтата алмады. Біз ажырасып кеттік». Ғалымжан анасына, содан кейін әкесіне қарады. Әкесі басын изеп, растап басын төмен түсірді. «Біз жаңа өмір бастауды шештік. Әр қайсымыз өз өмірімізді. Менің артымнан бір адам жүре бастады. Ол жаман адам емес еді, бірақ үйленген екен. Мен бұл туралы тек 5-ші айда ғана білдім. Әрине, онымен қарым-қатынасымды үздім. Бірақ енді кешеді. Мен қыз тудым. Бірақ мен жалғыз қалдым. Қолымда кішкентай балам және сен және ешқандай қолдау жоқ. 2 баламен қайда күресерімді білмедім», деп ол қайтадан жылай бастады. Сондықтан Айгүл қайтадан тыныштандыратын дәрі әкелуге мәжбүр болды. Бәрі күрсінді. Анасы әңгімесін жалғастырды. «Мен қызды перзентханада қалдырдым. Бас тарту туралы өтініш жаздым. Неге екенін білмеймін, бірақ оның мойнына біздің отбасылық кулонымызды тағып кеттім. Кейін біз әкең екеуміз қайта қосылдық. Бір-бірімізді тағы бір мүмкіндік беруді шештік. Мен бұл туралы үнемі айтқым келді», деп ол күйеуіне қарады. «Иә, үнемі қызым туралы саған айтқым келді, бірақ сен қайтадан кетіп қаласың ба деп қорықтым және шешім қабылдай алмадым. Басында оны тапқым келді, бірақ таба алмадым. Ол жерге сіңіп кеткендей болды. Содан кейін мен өткенді қозғамадым. Ал енді бұл кулон, бұл сәби, не ойларымды білмеймін. Және енді қалай өмір сүрерімді де білмеймін». Ғалымжанның бір жерде кіші қарындасының болғанына, күйеуінің, әйелінің одан сонша жыл бойы бәрін жасырғанына, ал Айгүлдің біреудің құпияларының куәгері болғанына, аяла бесігінде тыныш ұйықтап жатты. Оның айналасында қандай құштарлық қайнап жатқанын білмей. «Енді не істейміз? Бұл өткен іс», деп әкесі әйелін құшақтады. «Егер ол маған бәрін сол кезде айтқанда, мен қалай әрекет етер едім, білмеймін. Мен жас, ақылсыз, ыстыққан едім. Мүмкін біз сонша жыл бірге тұрмас едік. Қазір не істеу керектігін ойлау керек. Кулонның бұрынғы иесін іздеу керек. Бәлкім сол қызды туған перзентханаға бару керек шығар. Кенеттен қызметкерлердің бірі есіне түсірер»,
деді бұған дейін үндемей отырған Айгүл. Әрекет етіп көрейік деп бір ауыздан әкесі мен ұлы айқайлап, тыныш ұйықтап жатқан Аяланы оятып алды. Бәрі балаға қарай жүгірді. Айгүл баланы киіндіріп жатқанда кімнің баратынын шешті. Қалада 2 перзентхана болды, оңтүстік және солтүстік жақтарда. Аяла оңтүстік жақта туылған, сондықтан солтүстікке баруды шешті. Мен қызметкерлердің бірімен сөйлесіп көремін деп Аяланы енесінің қолына бере отырып, Айгүл Ғалымжаннан кулонды алды. Коллегаларым сөзге келгіш болады деп үміттенемін. Ол ауруханаға кірді. Қалғандары уайымдап күту залында қалды. Қабылдау бөлмесі тып-тыныш және адамсыз еді. Қабырғада хабарландыру тақтасы илеулі тұрды. Оны газеттер мен фотосуреттер бар, импровизацияланған қызыл бұрышқа айналдырған. Суреттер ескі еді, бірақ оларды неге екені белгісіз алып тастамаған. Бәлкім кейде жастық шақтарын еске түсіретін шығар. Фотосуреттердің үстінде үлкен әріптермен «Біз қалай демаламыз» деген жазу тұрды. Суреттерді қарап отырып, Айгүл бірнеше суретті бір әйелдің шамамен 17 жасар қызбен түскенін байқады. Сол қыздың мойнында емен жапырағы тәрізді кулон илеулі тұрды. Айгүлдің қолы қатты терлеп кетті. Сол кезде қарау бөлмесіне бір қыз шығып, «Сізге бір нәрсе керек пе еді?» деді. Ол Айгүлді мұқият қарап, ішін көрмеген соң таң қалды. «Иә», деді Айгүл. «Мынау кімдер?» деп кулон мен қыздың суретін көрсетті. «Сізге не үшін керек?» деп күдіктене сұрады қыз. «Мен мынаны таптым» деп Айгүл кулонды ұсынды. «Менің ойымша, олар оны көргенде қуанатын болар». Ол осындай кулоны бар суретті көрсетті. Қыз басын изеп келісті. «Бұл Гүлнар апаймен және оның қызы Айжан. Мен сізді соларға апарайын». «О, бұл өте жақсы болар еді» деп мұндай жағдай Айгүлді қатты қуантты. Ол қыздың артынан еріп, есікті қақты. «Гүлнар апай, сізге бір қыз келіп тұр, кіруге рұқсат па?» Айгүл шақыруды күтпей ішке кірді. «Сәлеметсіз бе? Мен сізбен сөйлесуім керек еді», деді ол өзін еріп келген қыздың кетпей тұрғанын көріп. Айгүл бұл әңгіменің маңызды және құпия екенін білдірді. Дәрігер қолын сілтеді. Медбике ренжіп есікті жауып кетті. «Сіз кім боласыз?» деп Гүлнар апай Айгүлге мұқият қарады. Оның жүзінен ешқандай өзгеріс байқалмады. «Бұл менің қызым Айжан. Ол бұрын 17 жаста еді, қазір 25-те. Не болды өзі?» Айгүл алақанын ашты. Онда мыстан жасалған емен жапырағы жатты. Гүлнар апай қолын кулонға қарай созды. «Иә, көріп тұрмын. Өтінемін, айтып беріңізші, бұдан бір адамның тағдыры байланысты», деді ол. «Сіз кімсіз және неге мен сізге бірдеңе айтуым керек?» деді бас дәрігер қорқыныш пен уайымын жасыра алмай. «Бір бейтаныс келіп, маған осындай орынсыз сұрақтар қойып тұр». «Гүлнар апай, менің уақытым өте аз. Кішкентай қыздың тағдыры шешіліп жатыр», деді Айгүл. Әйел басын төмен түсірді. «Мен Айжанды оның анасы туылғаннан кейін бас тартқанда асырап алдым. Ал бұл кулонды сәбимен бірге қалдырған. Бұл бейшараға сол ғана бұйырған. Мен басқа амалым болмады. Бәрін қазір айтпай-ақ қояйын». «Айжан қазір қайда?» деп Айгүл асыға сұрады. «Жақсы жігітке тұрмысқа шыққан, үйлену тойына дайындалып жатыр. Ал сіздің қолыңызда оның кулоны қайдан жүр?» Айгүл Гүлнар апайға ойланып қарады. «Сіз білесіз бе, ол осыдан бірнеше күн бұрын оңтүстік перзентханада қыз туып, баланы сол жерге тастап қашып кеткен. Оған осы кулонды тағып кеткен. Олай болуы мүмкін емес», деді үстелде отырған әйел оң жасқа қартайып кеткендей. «Ол осыдан 4 ай бұрын түсік тастағанын айтқан. Содан кейін мен оны кешеге дейін көрмедім. Енді неге оның жүзі соншалықты ауру көрінгенін түсіндім». «Сіз білесіз бе, төменде оның анасы, ағасы және қызы тұр», деді Айгүл әңгімені созбай, Аяланы тамақтандыру керектігін ескертіп. «Мен баланы үйіне беріп жүрмеу үшін алып кетуге мәжбүр болдым. Сізге бұл оқиға қайталанып жатқандай көрінбейді ме? Қызыңа хабарласыңыз, бәрін айтатын уақыт келді». 20 минуттан кейін перзентхананың жанындағы дәмханада бір-біріне айтары бар адамдар жиналды. Әңгіме ауыр болды. Көп көз жасы төгілді. Көп кінә тағылды, кешірім сұралды. Бұл ананың көптен бері жоғалтқан қызын
ал ағаның қарындасын табуы оңай болған жоқ. Аялы Айгүлдің қолында тыныш ұйықтап жатты. Айжан бұрын бір жігітпен біраз уақыт кездескенін, содан кейін кенеттен жоғалып кеткенін айтты. Біраз уақыттан кейін ол қазіргі күйеуі танысқан. Ол өте жақсы адам еді. Тіпті Айжанның ата-анасымен де танысқан. Бұл шынайы сезім еді. Олар үйленуді шешкен кезде бұрынғы жігітінен жүкті екенін білді. Жүктілікті тоқтатуға қорықты, ал жігітіне айту одан да қиын болды. Бұл туралы тек анасы ғана білетін, бірақ ол да өтірік айтуға мәжбүр болды. Ол өзін қатты кінәлады, бірақ енді не істесе болады, болған болды. Мұны естіген болашақ күйеуі қатты таңғалып дәмханадан шығып кетті. Енді не болды деп жылап жіберді Айжан. Бәріне өзім кінәлімін, күйеуім де, балам да жоқ. Бірақ сенің 2 анаң, ағаң және қызың бар, деді Айгүл Айжанға аяланы беріп. Мен бұл сенің балаң екен деп ойладым. Айжан баланы сүйе бастады. Кешір мені, кішкентайым. Мен қандай ақымақпын. Иә, сен ақымақсың деген дауыс естілді артынан. Жарайды, билет әлі алынбаған, баланы асырап алу керек қой. Есікте қолында күлкілі ойыншығы бар болашақ күйеуі қарсы алып тұрды.